Құрбан жүрек. Түс мезгілі жөн түтіп отырған әжей мектептен келген немересінің тамағын ысытпақ боп орнынан тұрды. Немересі әлденеге ашулы көрінді. Бұрқылдап сөмкесін бір жерге, киімін бір шетке лақтырды. Тамағын апыл-ғұпыл ішті де ләм деместен сыртқа шықты. Жарты сағат өтпей қайта келді. Бірдеңе бүлдіргендей әжесіне қипақтаумен болды. Құрмаштай, не болды саған? Бір жерің ауыра ма? Жоқ, жай әшейін. Немересінің қайта сыртқа шығып кеткенін байқамай қалған әжей ыңқылдап отырып ісін жалғастыра берді. Есіне бірдеңе түскендей терезе алдында тұрған магнитофонға ұзақ қарады. Қап, әлгі баланың кетіп қалғанын қарашы. Мынасын қостырып алатын. Саматжанның беріп жіберген термесін тыңдар едім. Айттым Саматжанға, жұмысыңды тездет те ауылға апарып таста мені деп. Мынау зәулім қалаңда тұншығып өмір сүре алар емеспін. Немеремнің сыйқы мынау, бұл менің туған әжем, әкемнің асыл анасы екен деп бір елжіреуді білмейді. Орыс боп кеткен неме өңкей. Егер Сәтжаным тірі болғанда, ауылымдағы немерелерімді айналып толғанып отыра берер едім-ау. Төрімнен көрім жақын қалғанда, туған топырағымның шалымның күмбезінен алыстатып. Қайдағы зерттеулермен Саматжанның өзі де бір үйіне тұрмайды. Келін дейтін инабатты келін болса екен-ау. Таң сәрімен безілдеп кетіп, түн жарымда безілдеп келеді. Жұмыстары неткен ауыр еді өздерінің, түсінбеймін. Өткенде телефонмен сөйлесіп отыр, шүлдірлеп бірдеңелерді айтып мәз боп күледі. Кішкене иба сақтауды ойласа қайтеді. Өлмесем әлі-ақ кетермін ауылыма. Сағат тілі 5-ке таяғанда әжей тамақ қамымен күйбеңдеп жүргені. Кешкі астарын ішкен соң немересін жондырып, кекілінен сипап ұйықтатады. Кәрі адамға ұйқы бола ма? Кеш қоюлана келген келініне тамағын ысытып, дастарқанын әзірлеп берді де, қайта келіп немересінің аяқ жағына кеп жантайған. Қанша уақыт өткенін кім білсін. Ас үйден шыққан дарақы күлкілерден оянып кетті. Дауыстары да анық естіліп тұр. Галя, енешкаң қуып шықпасын бізді. Әйтсе де сен бақытты екенсің. Енешкаң бразильский сериалдағы служанка сияқты қызмет атқарып, сені аялап отыр. Аяламай көрсін, анау немересі үшін де бәрі. Қайта күнделікті ішіп, жеп отырған нан суыма рахмет айтсын. Саматжанға қанша айттым, тамағы мол қарттар үйіне өткізейік деп. Өлмейді әйтеуір. Дұрыс емес пе? Наныңа жауғып қайтесің? Шынында да, деп екінші бір бейтаныс дауыс бір күліп алды да. Саматик дұрыс істеген. Ақылды еркек туған анасын, ақ сүт берген құдіретті анасын далаға тастамайды. Мына тост Галяның мейірбан енешкасы үшін алсын, деді. Жоқ, сен немене мені басынтып отырмысың, қайдағы алжыған үшін тост көтеріп, оны жиркенбей ішіп салады дейсің бе? Бұны айтқан келіні. Галя, қойшы, сол үшін жүйкеңді құртып. Жоқ, қоймаймын. Сен немене менің енем үшін тост көтеріп, сен кімсің өзің, а? Галя, қойшы енді. Ас үйдегі отырыстың арты ерегіске айналып кеткеннен саuma өзі деп ойлауы мұң екен. Жетті енді. Тоқтат. О, менің дәмімді тартып отырып, маған дауыс көтереді. Сен сайқал шық үйімнен. Мә, ендеше тарт сазайыңды, деген дауыстар бірін-бірі басып кетіп жатты. Әжей шошып оянған немересін бауырына қысып жұбатумен болды. Ас үйден келіннің көмек сұрап жалбарынған дауысы естілді. Немересін төсегіне жатқызып, ас үйдің табалдырығына тәлтіректеп әрең жетті. Келіннің қан жоса қып сабаған 5 әйелді көзі шалып, жүрегі қысылып, дем жетіспей қабырғаға сүйеніп үлгерді. Көзінің алды қарауытып, ештеңе көре алмай қалса дағы, құлағынан немересінің ащы дауысы естілді. Тау етегінде түрлі түсті тастарды зерттеп отырған жас жігітке бас геолог жедел хатты ұстатып төмен қарады. Жедел хатты құша жылаған жігіт
апатайлап жер тепті